Сәлем достар, ал бізде 10-шы пранк, реакция белгісіз. Себебі бұл жолы пранкта кім көбіректерге замайтын боламыз. Кішкентай болады уақыттен тықсат экранды. Алло. Алло. Да, я слушаю. Привет, қызым, қалайсың? Привет. Неғо, мына сен номеріңді бір сондай опытный жұмысын жақсы білетін қыз деп беріп еді енді. Есімің кім? Жанна. Привет, Жанна, мен есім Берікбол болады. Берікбол деп айта бер. Не ғой, сен сағатың қанша? Жұмыстарың былай қалай өзі жалпы? Жұмысымыз жақсы, сағатымыз бізде 5000 теңге. 5000 теңге дейсің бе? Мен енді жасым енді 60-тағы адамын ғой енді, жарайды. Алло. 60-тамын, 60-та. Ата, ақша беш. Ана жерде, анан ішінде, ана берінде 100 000 теңге жатты ғой бағана. Алло, сен ақша жағынан уайымдама, мен ақшаларын жемеймін. Алло. Я тыңдап тұрмын, айтайын. Не ғой, сен қасына напарницаң біреу бар ма өзі, бұлай көмектесетін адам бар ма? Оны айтесің? Мен бар ғой. Оны қайткенде енді алдында бір екі қыз келген сол. Өзі бытшыт болып нәз, өзім бір түрлі оқып қалдым енді. Енді олардың опыттары жоқ шығар, қайдан білесің? Не ғой, қайдан білгенде. Енді қалай, қашан келе аласың ба қазір өзі? Қай жылғысың сен өзі, даусың әдемі екен? Мен жылымды қайтесің. Қазір бара алам, егер келбесең, әрине ақшам дайын болса барам. Не ғой, енді келгенде былай ғой, енді шамаң жетпей қалама дегенде, енді менде ағаш тұрмайды енді, түсінесіп шығарсың енді. Мына ағаш тұрмай тұр да, мына ағашты бүйтіп қоям, короче, соғызу керек қой енді. Түсініп тұрсың ба? Қалай? Не ғой, ағаш тұр да, енді мына обойларды былай жабыстырсаң, мына жерге анау бір жерге шкатулканы жасап берсең, енді сен жұмысын жақсы біледі деді ғой енді. Ана алдыңғы қыздар ремонтқа келген, бытшысын шығарды енді мына жерін. Өзім бір түрлі оқып қалдым, енді бар ғой. Алло. Сен басың күтпей қалған ба, сен өзі қайда хабарлап тұрам дейсің бе? Не, қайда хабарласқан? Өзі ремонт жасайсың ба сен? Алло. Қайдағы ремонт?